Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасы ескерткіштер өткені мен бүгіні жобасының келесі санын назарларыңызға ұсынады. Жобаның бүгінгі санында Қайрат Рысқұлбековке арналған ескерткіштің тарихы туралы айтамыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. 2018 жылдың 29 қазан күні Тараз қаласы күніне орай Қайрат Рысқұлбеков атындағы саябақта халық қаһарманы Қайрат Рысқұлбековтың ескерткіші бой көтерді. Ескерткіштің ашылу рәсімінде Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, драматург Елен Әлімжан, патриоттық қозғалыс желтоқсан ақиқаты республикалық қоғамдық бірлестігінің мүшесі Мұрат Бердалиев, Қайрат Рысқұлбековтың әпкесі Гүлнар Рысқұлбекова сөз сөйлеп, халық батырының тәуелсіздік жолындағы ерлігі ел жадында мәңгі сақталатыны сөзсіз екенін айтты. Жамбыл облысы әкімінің бастамасымен Қайрат Рысқұлбеков атындағы саябақты қайта жаңғырту жұмыстары 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына қатысушыларға деген құрмет көрсету және тәуелсіздік жолын өскелең ұрпаққа жеткізе отырып, олардың отанға деген патриоттық сезімдерін күшейту мақсатында қолға алынған болатын. Саябақта бірқатар жаңа нысандар салынып, ескерткіштерге жаңғырту жұмыстары жүргізілді. Саябақтың эскиздік жобасы Табыс жоба тарапынан әзірленген. Жобаның жалпы сметалық құны 403,9 миллион теңгені құрайды. Жалпы аумағы 6,5 гектар. Саябақтың бұрынғы жобасында Қайрат Рысқұлбековтың тек бюсті ғана болған. Оның орнына халық батырының толық ескерткіші орнатылды. Постаменттің биіктігі 2,2 метр, ескерткіштің биіктігі 2,8 метр. Мінеки, өздеріңіз көріп отырғандай, қаймықпай жалынға қарсы жүгірген батыр бейнесі көпшілікті тебірентпей қоймасы анық.